Бұл видео мегалодонға арналмақ. Мегалодонның рационын негізі кішігірім балықтар, сондай-ақ тасбақалар құрады. Дегенмен ең сүйікті асы көк кит болды. Акула тасбақаның сауытын мықты жақтары мен өткір тістері арқылы оңай жара алған. Омыртқалар мен көптеген тістердің негізін құрайтын мегалодонның әртүрлі қалдықтарын зерттеу және құрастыру нәтижесінде ғалымдар ересектердің ұзындығы 11,5 метрге дейін өсіп, салмағы 50 тоннаға жетеді деген қорытындыға келді. Оның тістері өте көп болған, нақтырақ айтқанда 276. Бұндай тістер жемтік аулағанда өте көп көмек берген. Мұндай акуланың тістері бір кезде даниялық анатомист және геолог Нильс Стенсенге жеткенше қарапайым тасты түзілімдер болып саналды. Ол бұл тасты түзілімдердің мегалодонның тістерінен басқа ештеңе емес екенін анықтай алды. Бұл 17-ші ғасырда болды. Содан кейін бұл ғалым алғашқы палеонтолог деп атала бастады. Табиғи мекендеу орындары. Акуланың қалдықтары Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Жапония, Үндістан, Еуропа, Австралия, Африка сияқты әртүрлі жерлерде табылды. Мегалодонның қазба қалдықтарына сәйкес, мамандар бұл акуланың саны өте көп болды және мұхиттардың барлық суларында өмір сүрді деген қорытындыға келді. Акула екі жарты шардың қоңыржай және субтропикалық аймақтарында өмір сүрді. Судың температурасы +12-ден +27 градусқа дейін болған. Оның жойылып кетуінің себептері. Мұндай супержыртқыштар плиоцен мен плейстоценнің түйіскен жерінде жер бетінен жоғалып кетті. Бұл шамамен 2,5 миллион жыл бұрын, дегенмен шамамен 1,5 миллион жыл бұрын деген пікірлер де кездесіп жатады. Осы кезеңде үлкен киттер пайда болды. Ірі киттер жылы мезгілде салқын су айдындарына қоныс аудара бастады. Сондықтан мегалодон әдеттегі азығынан айырылды. Ірі олжадан айырылған мегалодондар жаппай аштыққа ұшырады. Бұл каннибализмді тудырды. Нәтижесінде жас жануарлардың үлкен популяциялары зардап шекті. Екінші себеп дамыған миымен ерекшеленетін касаткалардың пайда болуы. Олар тобырымен аң аулайтын болды және мегалодондан ешқандай қорыққан жоқ. Мегалодонның тірі болуы мүмкін бе? 1954 жылы австралиялық Рашель Кохен кемесінің қаптамасынан 17 үлкен тіс табылды. Алған тістерді талдаған кезде олардың мегалодонға жататыны белгілі болды. Бүгінгі таңда дүниежүзілік мұхит 10%-дан көп зерттелмеген. Сондықтан жақын арада мұхит кеңістігінде жойып кеткен деп саналатын мегалодон пайда болуы әбден мүмкін. Қорытындылай кетсек, 3-ші мыңжылдықта адамзат көп нәрсені білмейді. Бұл факт. Сондықтан мегалодон жоғалып кетті деп айтуға болмайды. Әзірге ғалымдар технологиялық прогрестің осындай деңгейімен мұхиттардың тереңіне үңіле алмайтыны таңқаларлық. Бір сөзбен айтқанда, біздің ғаламшарымызда әлі де көптеген жұмбақтар бар. Осы жұмбақтарды бірге шешейік. Арнаға тіркелуді ұмытпа.